Тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырыңыз. Қай қаладан сағат нешеде көріп отырсыз? Жаза кетіңіз. Қызыңды ақылмен өсір, әлемге ана, өзіңе пана болады. Қыз нәзік жан, бірақ нәзіктіктің ішінде мықтылық жатыр. Қызға тек киім кигізіп, тамақ беріп қана емес, ақыл беріп, жүрегін де байытып өсіру керек. Ақылды қыз отбасын біріктіретін жүрек, ұрпақты тәрбиелейтін рух. Бір кісі екі қыз өсірді. Бірін тек жұмыспен, екіншісін ақылмен тәрбиеледі. Бірінші қызы күйеуінен қысым көріп, қайтып келді. Екіншісі отбасының сүйеніш болды. Қызға дүние емес, өмір сүруге жарамды ақыл беру ең асыл мұра. Қызыңды шын сүйсең, шектен емес, сенімді өсір. Қыз бала қорқып емес, сенім артып өсу керек. Ал өз шешіміне жауап беру сенің арқа сүйер тірегің болуды үйрену керек. Сенім артылған қыз адасса да оралады, өйткені оған үй бар, жүрек бар екенін біледі. Әкесі қызын шектей берді. Ол үйде емес, сырттан тыныс алғысы келді. Қатаңдық оның ішіндегі шынайы дауысты тұншықтырады. Ал бір қызға әкесі сенді, сен менің үмітімсің деді. Ол сенімді ақтау үшін барын салды. Қыз балаға қатаңдық емес, бақыт пен сенім керек. Қызыңды қанат бер, ұшуында, оралуда үйрет. Қыз баланың жолы ұзақ, бірақ бір күні бір шаңырақтың жүрегіне айналады. Оны ұшуға дайындау керек, бірақ ұясын ұмытпайтындай етіп. Бір қыз күйеуге шыққан соң әкесіне бірде-бір рет келмеді. Өйткені ол үйден ауыр сөзбен кетіп еді. Екіншісі барып кел, шырағым, басың аман болсын деген бата алып аттанды. Ал апта сайын оралды. Қызыңа жол бер, бірақ сол жол оны қайта үйге алып келетін болсын. Қызыңа құрмет бер, ол өз қадірін білетін болады. Қызыңды әке ретінде сый көрсетсең, ол өзін бағалауды үйренеді. Сонда өз өмірін ешкімге жалынбайды, ешкімнің алдында өзін төмен қоймайды. Бір қызды үнемі үндеме, сен не білесің деп кемсітті. Ол үлкен өмірде өзін төмен санады. Екінші қызды әкесі сен дана боласың, сен ерекше қызсың деп өсірді. Ол жоғары оқуға түсіп, және пікірін батыл айтатын адам болды. Қызыңа қадір бер, ол сол қадірге сай болуға ұмтылады. Қызыңмен сырлас, бөтеннің құшағына емес, сенің сөзіңнен жылу іздейді. Қыз бала жүрекпен өмір сүреді, ол біреумен сырласқысы келеді. Егер сол сырласатын адам әкесі болмаса, ол өзіне жат, түсініксіз ортада жылу іздейді. Бір қыз ешқашан әкесіне сырмен бөлісе алмады, сол үшін алғашқы жылы сөз естіген бейтанысқа сеніп, үлкен қателік жасады. Басқа қыз кешке әкесімен шай ішіп отырып, бар мұңын, ойын, армандарын бөлісті. Қызыңа құлақ тұр, ол жүрегін саған ашуға дайын. Қызыңды қорқытпа, ол өмірден емес, сенен қашып кетеді. Қатаң тәртіп орната алады, бірақ ол тәртіп сүйіспеншілікке негізделмесе, қыз жүрегі жараланады. Қыз қорыққан жерде емес, сүйіспеншілік бар жерде ғана шын өмір сүреді. Бір қыз әкесіне қорққанының барлық сырын жасырып, ішіне күйіп жүрді. Ол әкесінен гөрі телефондағы бөтен адаммен сөйлескенді жөн көрді. Басқа қыз әкесінен ешқандай қорықпады, әкесі оны тірек еді. Қыз бала әке десе, қорғанын елестету керек, түрмесін емес. Қызыңды мақта, ол сол мақтауға лайық болуға тырысады. Жақсы сөз, ішкі мотивация. Әкесі бір ғана мен сенімен мақтан тұтам деген сөзді қызыңның өмірін өзгертеді. Бір қыз ешқашан мақтау естімеді, не істесем де жақпаймын деген сөзді деген сенімді жоғалтты. Екінші қыз кішкентай жетістігіне де мақтану естіп, арман қуып кетті. Қыз бала гүл, сөзбен суарсаң жайқалады. Қызыңа анаңның қалай сыйласаң, солай тәрбие бересің. Қыздың анасына қарап әйел болуды үйренеді. Әкесінің анасына қарағанды болашақ ерінің өлшемі болып қалады. Бір әке анасын қол көтеріп сөйлейтін қыз өскенде сондай еркекке жолығып, әкем де осылай еді ғой деп көнді. Басқа әке анасына қолдап, құрметтеп, жымиып қарады. Қыз да сондай махаббат күтті, тапты. Қызыңа әйел болуды үлгісі сөзбен емес, әрекетіңмен көрсетеді.
Қызыңа уақыт бөл. Ол сол сәттерді өмір бойы ұмытпайды. Балалық шақта бірге өткізген сәттер жүрекке жазылады. Сол естеліктер қиын сәтте демеу болады. Бір әке үнемі жұмыста болды. Қызын оның жүзі мен үні бала кезінде ұмытып қалған. Басқа әке аптасына бір күн қызымен серуендеп бірге кітап оқитын. Қызы оны сағынышпен еске алып отырды. Уақыт өтті, бірақ бірге өткізген сәттер мәңгілік. Қызыңа дұға ет, ол сенің үмітің, ұрпағының шамы. Қыз отбасы шырағы, сенің дұғаң оны түнекке жол көрсететін жарыққа ұмтылдырады. Қарт әке таң сайын қызын еске алып дұға ететін. Қызы қай жерде жүрсе де қиындық көрмеді. Ол әр сәтке жүрегінде біреудің тілегі бар екенін сезіп жүрді. Қызың өмірінің жалғасы, дұға соған жарық төгетін шам. Қызыңның жүрегіне мейірім болашақ ананың пейілі сол болады. Қыз бала болашақ ана, оның жүрегіне не ексең, ол соны ұрпағына береді. Қатты сөзбен емес, жүректегі жылумен тәрбие берген әке үш ұрпақты тәрбиелейді. Әкесі қатал болып өскен қыз өз баласына да сүйіспеншілік көрсете алмады. Ал мейіріммен өскен қыз ана бола сала баласына да сол жолықты бере білді. Қыз балаға махаббат бер, сол соны болашаққа алып жүреді. Қызыңа шындықты үйрет, өтірік өмірден қорғай алмайды. Қызды жалғанмен емес, шындықпен қорға. Әр шын айтылған сөз оған болашақта шешім қабылдай алатын ақылды болып оралады. Қыз балаға өмірдің шындығы айтылмайды. Ол шын өмірді бет-бетіне келгенде шок болады. Басқа бір қыз өмірде жақсы жаман біліп өсті. Ол ештеңеден шошымады. Қызыңа шын өмір айтып үйрет, сонда оның өмірі алдай алмайды. Қызыңды көркем сөзге үйрет, жүрегі көркем, сөз көркем болады. Әке мен қыз арасындағы тіл мәдениеті қыз баланың рухани бейнесі. Сөзім қандай болса, ішкі жан дүниеміз де сондай. Қыз бала үйде дөрекі сөз естіп өсті. Сөзі де, ойы да соған сай болып қалды. Ал әкесі жылы сөз естіген қыз мейірімді, сыпайы мінезді болып қалыптастырады. Қызыңа әдепті сөз бер, ол әдемі мінезді болады. Қызыңды еркін болуға үйрет, бірақ ар-ұяттан аттамайтындай етіп. Қызға еркіндік беру, демек оның сана сезіміне сену. Бірақ ол еркіндіктің шегі өз жүрегімен түсіндіретіндей болу керек. Қызға не істе деуге рұқсат етілді, бірақ шекарасыз еркіндік оны жолынан адастырды. Басқа қызға әкесі сен өз таңдауыңды жаса, бірақ ардан аттама деді. Сол сөз өмірлік бағдар болды. Қызыңа еркіндік бер, бірақ тәрбиемен шекте. Қызыңның көзінен өмірге деген сенімді көр. Қыз бала айна, әке берген мейірім, үміт, сенім оның жанарында тұрады. Қызың сенен бәрі жақсы болады деген көзқарасты үйренсін. Қыз әкесінің күңіреген жүзін көріп өсті, өмірден үміт күтпеді. Екінші қыз үнемі сен бәрін жеңесің деген көзқарасты сезіп алға ұмтылды. Қызыңның көзінен үміт сыйла, сол сенім өмір бойы демеу болады. Қызыңа сен, сонда ол өзін сенуге лайық етеді. Бір қыз әрқашан сенен түк шықпайды деген сөзді естіп өсті, өз күшіне сенбеді. Ал екінші қыз сенің арманың орындалады деген сенімді арқалап өсті. Ал сол арманға жетті. Қызыңа сенім бер, сеніммен адам тану қорықпады. Сеніммен адам тау қопарады. Қызыңа өмір үйрет, мектеп білім емес, сенің тәрбиең шешеді. Қыз балаға математика емес, адаммен қатынас, өмірге көзқарас, жауапкершілік керек. Оны мектеп емес, атаны үйретеді. Мектепте үздік болған қыз өмірде адасып кетті, себебі өмірлік ақыл болмады. Басқа қыз онша оқымады, бірақ өмір сүруді жолын үйренді, бақытты болды. Қызыңа тіршілік ақылыңды үйрет, ол өмірін сүре алады. Тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырыңыз. Қай қаладан сағат нешеде көріп отырсыз? Жаза кетіңіз.